Қайырлы күн оқырмандарым. Видеоны соңына шейін қараңыздар. Бауырсақтың рецептін ұсынамын. Өте нәзік, өте жұмсақ бауырсақ. Өте орта сосы жұмсақ, былпылдақ болып пісетін бауырсақтың рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін қараңыздар. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Міне 1,5 килограмм, 2 килограммдай ұн көзіне шейін. Сосын осының үстіне дрожжи 10 грамм. Осыны құрақтай үстіне салып аламын. Оның үстіне қант қосып, одан кейін тұз, чайный ложка 5 грамм, 8 граммдай болады. Biraz olsun mayonezi бірінші араластырып аламыз. Сосын майонезді қосамыз. Істеп ортасын ойқып ашамыз қазір. Осылайны. Сосын жұмыртқаны қосамыз. Майонезді қосамыз. Енді сұйық май қосамыз, 3 столовый ложка. Үш 400 миллиграмм су қосамыз. Аздап қосып, жұмсақ қолға жабысқақ қылып едіміз. Сөйтіміне су құйып аламыз, қолымызмен етіп басып шығамыз. Мынаны өте жабысқақ болғандықтан осылай басып аламыз жақсылап. Ең қандырып алғаннан кейін тағы да жақсылап көбірек иіліп, көбірек басқан сайын нан өте жақсы көтеріліп, жақсы болып шығады бауырсақ. Осылай еттік. Осылай бетін жабасамыз. Орап ештеңе істемеймін. Өзі осылай тұрып көтеріледі. Міне 1 сағаттай уақыт өтті. Көтерілді бауырсағым. Енді осылайдан басып Оны осылайдан етіп алып, осылай жарысып бөліп аламыз.
осыны жаямыз. Домалақ қылып істеймін қазір. Осы домалақпен осындай домалақпен естіп, домалақ кесіп аламын. Осылай аударамыз. Осылай қылып ақшыл қызыл қылып пісіремін. Bağırsağım керемет өте нәзік болып пісті. Өте керемет, жұмсақ. Қонаққа да пісірсек те болады. Ресторан, тойларға, құранға пісіргенге өте керемет жұмсақ қылып пісетін бауырсақтың рецебі. Видеоның соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі рецепті түсіріп салғанша қош сау болыңыздар.